Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл. Бүгін керемет 5 минутта жасалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кірісейік. Табамызды қыздырып, бір ас қасық күнжітті салып, қуырып аламыз. Күйіп кетпес үшін жан-жағын араластырып тұрамыз. Екі қиярды алып, екі шетін кесіп тастаймыз. Қиярдың жан-жағын кесіп тастаймыз әдемі болу үшін. Ортасынан екіге бөлеміз. Одан кейін ортасындағы дәнектерді алып тастаймыз. Енді қиярды турауға кірісеміз. Турап болғаннан кейін бөлек ыдысқа аударамыз. Ас көк немесе көк пиязды алып, майдалап тураймыз. Ас көк немесе көк пияздан бөлек екі ащы бұрышты тураймыз, дәнектерін тазалаймыз, майдалап тураймыз. Үш сарымсақты алып, майдалап тураймыз. Болғаннан кейін бөлек ыдысқа саламыз. Қант, соя соусы, күнжіт майы немесе зәйтүн майын қоссаңыздар болады. Құмақ қышқылы. Барлығын жақсылап араластырып, қиярға құямыз. Үстінен ас көкті саламыз және қуырылған күнжітті себеміз де барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын, дәмі керемет болып шықты. Байқасаңыздар, тұз қосылған жоқ. Кешкі ас немесе қонақтар келген кезде жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Жасауға кеңес беремін.